Бүгін нұрға толы ерекше күн. Бір жыл бұрын, дәл осы күні жарық дүние есігін ашқан кішкентай бағымай періштеміз бүгінде өз аяғымен тәй-тәй басып, күлкісімен үйді шаттыққа бөлеп отыр. Уақыт зымырап, көз алдымызда бөбегіміз өсіп, өмірдің жаңа белесіне қадам басты. Бүгін оның тұсауы кесіледі. Бұл жай ғана рәсім емес, бұл өмір жолындағы алғашқы қадам, алғашқы сынақ пен алғашқы жеңіс. Бүгін оның алдында үлкен өмірдің есігі ашылады. Қызымыздың әр басқан қадамы нұрлы болсын, жолы ашық, өмірі бақыт пен шаттыққа толы болсын. Жақсылыққа, ізгілікке, адалдыққа бастар жол болсын. Бұл қуанышты сәтте ең алдымен ата-әжесі ерекше қуанып отыр. Олар немересінің тәй-тәй басқан әр қадамын жүрек түкпірімен сезіп, маңдайынан сүйіп, немеремнің өмір жолы ұзақ болсын, бағы мен бақыты айқын болсын деп баталарын беріп отыр. Ата-анасының тілегі: балапанымыз аман болсын, дені сау болсын, жүрегі мейірім мен махаббатқа толы болсын. Біз үшін ең қымбат, ең аяулы, ең жарық сәулесі, шұғыласы. Алдағы өмірде тек ізгі жанда жолықсын, күлкің мен шаттығың ешқашан сөнбесін. Бала бұл Алланың аманаты. Оның әрбір күлкісі бізге үлкен қуаныш, әр қадамы үміт, әр жетістігі мақтаныш. Қызымыздың өмір жолы таза да жарық, жаны жұмсақ, жүрегі мейірімге толы болсын. Қадамың құтты болсын, қошақаным.